Атырауда площадьтан Наурыздан шықтық та, сосын қайда барамыз деп бәріміз балдарымызбен, бала шағаммен бәріміз Байзарға келдік. Байзарға келіп, мынандай красоталарды түсіріп алдым. Пончик дейсің ба, в общем, пирожный дейсің ба, торт дейсің ба, неше түрлі сладостьтардың бәрін сықитып пісіріп қойған ғой поварлар. Қолдары алтын. Одан келдім де мына Морозкиге келсем, мына жақта дейтін, мама, балықтың дейтін түрі бар екен, түрі. В общем дейтін, бәрін күшті қылып мынандай морозильникке салып қойған. Мына горбушаны айтшы, мама қып-қызыл болып. Осыдан 2-3 штук алдым, ертең бұйырса үйге барғаннан кейін, ертең емес, үйге барғаннан кейін Морозкиге салып тастаймыз. Сосын бір күндері ананы қалай мариновать етіп пісіргенді сізге көрсететін боламын. Вообще күшті, мен вообще балықты вообще люблю ғой. В общем, осылардың бәрін түсіріп тұрсам, ар жағында бір дейтін өзбек па бірдеңе ағай маған қарап тұр, андай балық көрмеңізші деп. Қой қарам дедім, өзім білем ғой не түсірсем де деп. Соны жайлап түсіріп тұра бердім. Балықтарды дейтін вообще люблю. Күшті көремін негізі любой балықты. Сосын мына жерге келсем, Милканың дейтін андай нелерін дейтін күшті қылып нетіп қойыпты. Бір специально неге бөлек осындай полкіге қысқайтып күшті қылып жинап қойыпты да, солардың бәрін түсіріп алдым. Әп-әдемі мына жерде дейтін, сосын не бар, Рафаэлло бар, солардың бәрін әдемі қылып, өстіп күшті қылып жинақтап қойыпты. Соларды түсіріп алдым. Мына жерде Орео тұр, бәрін рекламаға шығарып қойған ғой, сосын сатуға бір жағынан. Солардың бәрін әдемі қылып осылай түсіріп алдым. Мен негізі андай шоколад, тәтті, кәмпит дегендерді көп жемеймін ше, андай көп жемеймін. Енді былай для красоты просто түсіріп отырғаным ғой. Солай қыздар, мен мына жерде дейтін, ойшем дейтін рекламаны өлтіріп қойған ғой біздің не Марко супермаркет. Осылардың бәрін түсіріп жүрдім. Күшті казиналар бар мына жерде дейтін. Осылай Наурыз қарсылап қайттық қыздар еке.